Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен панкейки жасайтын боламын. Ең алдымен маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне шекерімізді қосып, жақсылап әппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Оның үстіне сүт құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз және 1 чай қасық разрыхителімізді саламыз. Мен барлық граммдардың барлығын описанияға жазып қойдым, содан қарасаңыздар болады. Оның үстіне ұнымызды қосып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болады. Осы дайын болған массамызды қызып тұрған тапада пісіріп аламыз. Осындай видеода көрсетілгендей етіп домалақ формаға келтіріп салсаңыздар болады. Табамызды қатты қыздырып алғаннан кейін оттың астын жайға қоямыз. Өйткені бірден пісіп қалмауы қажет. Осындай бетіне көбіктер пайда бола бастаған кезде келесі бетін аударамыз. Біздің панкейкилеріміз осылай көтеріліп, жақсы болып піседі. Міндетті түрде баяу отта пісіріңіздер. Таба қатты қызып кетпеуі қажет. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Осымен біздің панкейкилеріміз дайын. Өте жұмсақ, ортасы толық болып піседі. Видео ұнаса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Карина.